Әлем физиктері үлкен жарылыс болды деді. Ал қазақта жаратылыс деген сөз бар. Бірінші жарылыс, сосын атылыс болды деп тұр емес пе? Бірінші жұмыртқа болды ма? Әлде алдымен тауық болды ма? Бірінші дән болды ма? Әлде алдымен өсімдік болды ма? Дән дымқыл жерде жатып қапшығы жарылады. Одан тамыры мен сабағы өсіп шығады. Өсімдік күнге тік тартылып өседі. Қуаты басына шыққанда тұқымын шашады. Бұдан кейін өсімдіктен нәр қалмайды. Дәл солай ағашта бірінші бүршік жарады. Одан кейін жемісін атады. Жарылыссыз атылыс болмайды.